Ассаламалейкум оқырмандарым. Бүгін мен осындай керемет булочкалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Толықтай видеомды қарап жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге тәтті булкилерімізге дрожжевой тест қажет болады. Менің YouTube арнамда жасалу жолы, яғни видеосы бар. Осы видеоның астына описанияға сілтемесін жазып кететін боламын. Сол арқылы қарап жасап көрсеңіздер болады. Сол дрожжевой тестімізді осылай екіге бөліп аламыз да бір бөлшегімен жұмыс жасайтын боламыз. Салмасына бізге творожный сыр және творог, қаймақ, секер, лимон цедрасы және кішіміш қажет болады. Творожный сырды қоспасаңыздар болады. Творогымызға творожный сырды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қаймағымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін секерімізді саламыз. Лимон цедрасын салып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында кішімішімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тестімізді осылай оқтаудың көмегімен видеодағыдай етіп, жайып алатын боламыз. Осылай жайып аламыз, одан кейін салмасын саламыз. Салмасын салған кезде көп мөлшерде салмаңыздар, аз мөлшерде салыңыздар, себебі қазір біз бүктейтін боламыз, сол кезде ішіндегі салмамыз сыртына шығып кетеді. Сол себепті аз салсаңыздар болады. Міне салып болдық, енді осылай бүктейтін боламыз. Бүктеген соң жан-жақтарын осылай бір-біріне жабыстырып, досканың көмегімен үстінен жүріп шығатын боламын. Осылай пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Кесіп алған қамырымызды осылай қолымыздың көмегімен айналдырып, осылай екі жағынан жабыстырып, булочкаларымызды дайындап аламыз пісіруге. Осылай барлығын дайындап алдым. Енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Әсемдік үшін кунжут септім. Одан кейін 150 градуста духовкада 25-20 минуттай пісіріп аламыз. Осылай әп-әдемі болып, пышный болып пісетін болады. Дәмі керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Менің отбасыма және өзіме де ұнады. Менің видеомды толықтай қарап, каналыма тіркеліп лайк басқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы, алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум.